Барлықтарыңызға сәлем. Менің каналыма қош келдіңіздер. Видеоны қарамас бұрын каналға тіркеліп кетіңіздер. Ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Жұлдыз белгілері сіздің қарым-қатынасыңыздың бұзылуының басты себебі. Сіздің жағымды және үйлесімді қарым-қатынас жасауыңызға не кедергі? Өз әркіңізбен немесе болашақ серіктестігіңізбен өзара байланыс кезінде кездесетін кемшіліктер қандай? Бұл жөнінде астрология не дейді? Мүмкін сіз мұнымен мүлде келіспейтін боларсыз. Мамандардың не айтатынын тыңдап көріңіздер. Тоқта, сіз келесі қиял ғажайыпқа толы сәтті күтіп жүресіз. Сіз үнемі бәрін ретсіз жасайсыз, яғни бұлықтырып жібересіз. Бұның қарым-қатынасқа да қатысы бар. Сіз іш пыстырарлық нәрсені жек көресіз, және біреу сіздің ойыңызға сай келмесе, ол адамнан тез шаршайсыз. Әріптесіңізбен қарым-қатынаста тым көп нәрсені талап етесіз. Торпақ, сізге өткенді ұмыту өте қиынға соғады. Сіз өміріңізде орын алған әрбір сәтсіздіктерді ұмыта алмайсыз. Ұзақ уақыт өтсе де, сол өкпе ренішті іште сақтайсыз. Мұны серіктесіңізбен қарым-қатынасқа кесірі тиеді. Бұл жеке өміріңіздегі шиеленістерге қарым-қатынастың бұзылуының негізгі факторы. Негіздер. Сіздің жоспарыңыз бен мақсатыңыз үнемі өзгеріп отырады. Бір тоқтамға келуіңіз қиын. Сіз өзіңізде барды қанағат тұтып қадірлеу орнына өзіңізде жоқ нәрсеге ұмтыламын деп қарым-қатынасты бұзып аласыз. Сол сәтті жоғалтып алмай тұрып, бағалай біліңіз. Шаян, сіз өзіңіздің қарым-қатынасыңызда барлық нәрсені толық бақылауыңызда ұстаймын деп ойлайсыз. Сіз әріптесіңізге тым нәзік, жалықтырып жіберетін, кейде агрессивті адам болып көрінесіз. Бұл сіздің адамды бір минут тыныш қалдырмайтын болып жатқан әрбір нәрсені қылқылдап сұрай беретін мазасыздығыңызға қатысты. Адамға еркіндік беріп, өз-өзімен қалуына мүмкіндік беріп үйрену қажет.